Масихтың келуі. Ертең үс уақытта мен Иерусалимде Пасха байрамын байрамлап атырған боламан. Менің жүрегімді езбе. Ал кеште болса, білемен, сен өз достарыңның үйінде ыссы жерде хәз етіп демала жақсаң. Мен бұл хақында айтып па едім? Сен осы гапты хәзір 10 мәртебе айттың. Бармағаның жаман болды да. Пасха байрамында хәтте эплас римліктер үстімізден үкімдарлық қылғанын да естен шығарасаң. Бұны естен шығарып болама. Не керек сіздерге? Сіздер салық төлемедіңіз. Ғалеңіздің ярымын алып кетемен. Біздер салықларды төлегенбіз. Сені осы үшін өлтіруім керек. Онда қане бола ғой. Себебі әдеми Масих келеді. Әммеңіздің күніңіз бітеді. Әммеңіздің. Әмме жерде Масих хақында естеміз. Бірақ елі оннан хабар жоқ. Хей сен, бұны көтер. Менің атым шаршады. Нызам, менің жүгімді бір шақырым жерге шекем көтеруіңді айтады. Қане, тезірек бол, болмаса сені иттей қылып сабалайман. Білмеймен қанша уақытқа шекем сабырым жетеді, Никодим. Өзіңді бас, Клеопаз. Римліктер біздер менен бір өмір болмайды. Масих келгенде, бір уақытлар ойланып қаламан, хақиқатан Масих бар мекен, һәм келе мекен деп. Масих келеді һәм айтады. Мен шыдағанларға қош хабар алып келу үшін майланғанман. Ол мені жүрегі жарақатларды шипалау, тұтқынларға азатлық, қамақтағыларға еркілік беру үшін жіберген. Мен бұл күн тезірек келу үшін ибадат етемен. Кел енді ұйқылайық. Азанда ерте ибадатханаға барамыз. Пұл аумастыраман. Пұл аумастыраман. Пұл. Қозылар оншама қымбат. Егер сатып алуға пұлың болмаса, басқа жақтан қыдыр. Ылайдан ісленген гөзелер бар. Пасха байрамың мүбәрек болсын, Амос. Бірақ негедір байрамға ұқсамайды? Біздерге тәртіп бұзарлардың себепшісін табу бұйырылған. Шәкіртлерінің айтуынша ол Масих екен. Сізлер бұған сенесіз бе? Галилалы ұста, бұл Масих? Басқа елдің пұлларын алмаймыз. Пұл алмастырушыға жібер. Бір шекел сенің 5 теңгеңе тең. Инсаптан емес. Қалесең сол. Бұл ибадатхана ибадат ету үшін. Сіздер болса бұны қарақшылар үйіне айлантырып жіберіпсіз. Еш уақытта бұндай құдіретті көрмегенмен. Кім ол? Ол өзінің атын кім деді? Әзір ғана Иса кішкене баланы шипалады. Көзлерің ашылсын. Мен көріп атырман. Ол нәжет беруші. Сенің бұл жерде бұндай өз басымшалық қылуға қандай хақың бар? Еле сен бұл үшін жауап бересің. Есің жайында ма өзі? Сені шайтан уасуасаға салып атырма деймен. Қане жауап бер, бір нәрсе де. Бұл ибадатхананы бұзың, һәм мен оны 3 күнде қайта құраман. Бұл не дегенің?
Бұл ибадаткананың құрылуына 46 жыл кеткен. Сен болса 3 күнде құрмақшысың, а? Мен бұл ибадаткана хақында еш нәрсе демедім. Бұл ибадаткананы бұзыңлар, һәм мен оны 3 күнде қайта құраман. 3 күнде, а? Ойлап көр, бұған қанша күш керек? Иса Масих болуы мүмкін бе? Мен хәтте үміт етуге де қорқаман. Қанша елі қалғым келгенін білсең еді. Менімше мен һәммесін өткеріп жіберемен. Мен саған жазып тұраман. Сенемен Синедронда Иса не қылғанын, һәм не сөздер айтқанын естемен. Әлбетте жаз. Бәлкім кейінгі ұшырасқанымызда римліктер біздердің жерімізден кетер. Ал Израилда болса жаңа патша болады. Ол тұтқынларға азатлық береді. Ол бұны һәм басқа көп нәрселерді қылады. Үміт яр болсын, Клеопас. Бұл Иса дегені Масих болуы мүмкін емес. Ол хақ. Оның караматларын қалай түсінуге болады? Тек шайтан ғана караматлар жарата алады. Мен бұған сенбеймін. Бұл Иса насралық апуай ағаш ұстасы. Масих әлбетте патшалар әулядынан болады. Ол атақ абырайлы һәм құдіретлі әскерлері менен пайда болады. Ол мен өмірімде көрген ең ұлы инсан. Егер менің достарым хақиқаттан менің Иса хақында не деп ойлағанымды білсе бар ма? Мен ол менен сөйлесуім керек. Никодим, кетуге хақың жоқ. Достарым, мені кешірерсіздер, бірақ мен баруым керек. Ілтимас, менсіз дауам еттіріңлер. Келіп менің сөйлесу үшін өзіңді қауіп-қатерге қойып атырсаң. Ұстаз, мен білемен, сені Құдай жіберген. Себебі сен қылған караматларды егер Құдай ол менен бірге болмаса, ешкім жарата алмайды. Нәжет табуым үшін не істеуім керек? Құдай патшалығын құру үшін қайтадан туылу керек. Қандай қылып үлкен адам қайтадан туылуы мүмкін? Никодим, сен Израилдағы хүкімдарлардан бірісің, қалайынша бұндай нәрселерді білмейсің? Ұстаз, сен кімсің? Шөнстанлықта Мусаның мұшшыланды жоғарыға көтергеніндей, һәм оған қарағанлардың барлығы өлімнен құтылғанындай, мен де жоғарыға көтерілемен, һәм маған сенгенлердің һәммесі мәңгілік өмірге ие болады. Жоғарыға көтерілсең, Құдай бұл дүнияны сүйгенлігі соншелі өзінің жалғыз ұлын берді. Оған сенген һәмме өлмесін, керісінше мәңгілік өмірге ие болсын деп. Қазір ғана Исадан хабар келді. Ол Насрада болыпты. Оның шәкіртлері сан-санақсыз көбейіп бармақта. Азизім Клеопас, бірнеше күн алдын Иса менен сөйлестім. Мен ешкімде бұндай күшті сезбегенмен. Сондай болса да, ол көп түсініксіз сөздерді сөйлейді. Мен ол хақында елі бір қарарға келмедім. Иса хақында әр қилы мыш-мышлар жүріпті. Ешкімнің бұл мыш-мышларға сенімі кәміл емес. Оның шәкірттерінің айтуынша, ол ана мәканы Насрада һәм менің алдында Масихтың келуі хақында пайғамбаршылық етіпті. Кейіннен болса, қол жазбалары менен тастиқлапты. Бұл болса адамларға ауыр батты, себебі һәмме оның апуайы ағаш ұстасының ұлы екенін білетін еді. Олар оны синагогадан қуып жіберді, һәм жарға сүйреп барды. Кейіннен не болғанын ешкім түсіндіріп бере алмайды. Ол тек қана оларды тоқтатты да, ол жерді тәрк етті. Сондай кете берді ме? Кім ғазепте жанып тұрған адамлар топарынан аман қалады? Тек қана Масих. Егер ол хақиқат болса, мен бұның хақиқат екеніне сенемін. Иса римліктерді бір өмірге қуып жібереді. Білмейсіз бе, Исаны қай жерден тапсам болады?
Сен шипа табуды қалайсың бе? Ауа! Онда орныңнан тұр да, төсегіңді алып үйіңе кет. Мен 38 жыл төсек тартып жатыр едім. Иса, рахмет саған. Азизім Клеопас, Иса және Иерусалимге Пасха байрамына келіпті. Мен оның қандай қылып шолақ адамға шипа бергенін көрдім. Бірақ кейіннен бұнан да таң қаларлық уақиға жүз берді. Амос һәм Ибер демалыс күні шифа берген үшін Исаға тасланды. Бұл жұмыс екенін айтып, оны Мусаның низамын бұзып атырғанлықта айыплады. Иса оларға: менің әкем өз ісін әр күні қылады, хәтте бүгін де. Мен де сондай қыламан. Ол не хақында айтып атырғанын білетұғын еді. Ол Құдайдың ұлы еді. Білесең бе, Клеопас, бұған аңсат қана сенсе болады. Мышмышларға қарағанда, ол өзінің илахи күшін көрсетіп, Израилдің әр бір мешілерінде караматлар көрсеткен. Оның караматларында қандай да бір құдірет һәм ұлылықтан да басқа нәрсе бар еді. Оларда мұхаббат, дәртке дауа, рехімділік, адамгершілік, хәтте кешірім де бар еді. Оның не дегеніне құлақ сал. Дұшпанларыңызды сүйіңлер. Тынышлық орнатушылар бақытлыдыр. Бір-біріңізді кешіріңлер. Ол хәтте, егер римліктер жүклерін 1 шақырым жерге көтертсе де, сен 2 шақырым жерге шегім көтеріп бар дейді. Исада өш алу ниеті жоқ. Сондай инсан масих болу мүмкін бе? Ақылым яқ дейді. Жүрегім болса, менің жүрегім ауа деп бақырады. Римліклердің жүклерін 1 емес 2 шақырым жер көтеріп бару? Иса ақиқаттан да сондай деді ме? Бұл дұзақ. Исаның өзі де дұшпанларды сүю турысындағы өз сөздеріне сенбейді. Ол тек қана римліклерді ақмақ қылып атыр. Бұны Никодим көре алмай атырғанына сенбеймін. Қане тоқтаң, бізде ұрланған қылышты іздеп атырмыз. Мырза, бұл жерде еш нәрсе жоқ. Жігітлер, қолайсыздықтар үшін кешірерсіздер. Мен ешқандай қапа емеспін. Себебі әмме жауыздықтарыңыз үшін жауап бересіз. Тез арада. Құрметлі мырзалар, мыш-мышларда жан бар деп қорқаман. Иса Иерусалимге келмекте. Оның 10 мыңлаған шәкіртлері бар. Олар оның Масих екеніне сенеді. Менің естуімше, олар оны өздеріне патша қылмақшы. Римліктер біздерді халқын өздеріне бойсындыра алмайды деп ойлайды. Олар біздерден хакимиятты тартып алады. Бір нәрсе қылу керек. Hürmetli Клеопас, өзің бұларды көруді қалеген болар едің. Иләжі барынша тезірек бұл жерге кел. Мен азанда ерте кетемен. Мен де сен менен бараман. Никодим, біздер иләжі барынша ертелеу келуге әрекет еттік. Сіздер өз уақытында келдіңіз. Ане ол киятыр.
Иса, шәкіртлеріңді тынычландыр. Бұл біздердің ғазебімізді келтіріп атыр. Бұның ilәжі жоқ. Егер бұл инсанларға тынычландың десем, онда таслар қышқырып баслайды. Құдайдың атынан келуші жарылғанған. Насралы Иса, бүткіл Синадрон атынан сұрайман. Саған бұндай қылуға кім рұқсат берді? Егер сіздер менің сұрауларыма жауап берсеңлер, мен де сіздердің сұрауларыңызға жауап беремен. Яхия адамларды шомылдыру үшін билікті қаяқтан алды? Аспаннан ба, ямаса адамлардан ба? Егер адамлардан десек, бұл адамлар бізге қарсы шығады. Онда аспаннан дейміз. Онда неге біздер Яхияға сенбегенімізді? Хам оны неге өлтіруге жол қойғанымызды сұрайды. Біз оған кім рұқсат бергеніне жауап бере алмаймыз. Мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпенен істейтұғынымды айтпаймын. Енді басқа бір тымсалды тыңлаңлар. Бір үй иесі болыпты. Ол жүзім бағын отырғызып, оны дивал менен қоршапты. Жүзімнің суын сығуға арналған шұқыр қазып, күзет мұнарасын орнатыпты. Соңынан бағын диханларға ижараға беріп, өзі ұзақ жерге кетіп қалыпты. Зүрәт жинайтұғын маусым жақыллағанда, ол өзіне тиесілі үлесін алу үшін диханларға қызметшілерін жіберіпті. Бірақ диханлар оның қызметшілерін ұстап алып, олардың біреуін сабап, екіншісін өлтіріп, ал және біреуін таспенен ұрыпты. Соңынан бағдың иесі бұрынғыдан да көп басқа қызметшілерін жібергенде, оларға да солай істепті. Ең ақырында ол: «Ұлымды хүрмет етер, бұл менің ұлым», деп оларға өз ұлын жіберіпті. Бірақ диханлар оның ұлын көріп, бір-біріне: «Бұл мирас хорго, жүріңлер оны өлтіріп, мирас мүлкіне ие болайық», десіпті. Олар оны ұстап алып, жүзім бағынан сыртқа шығарып, өлтіріпті. Иса өледі. Өлетұғынын оның өзі айтты ма? Сен қалай арқайын отырыпсаң? Біздер оны Масих құтқарушы деп ойлаған едік. Ауа, бұл ұсындай, бірақ біздер түсінген мәністі деп ойламаймын. Яқ, Никодим, бұндан басқа мәнісі жоқ. Масих келіп біздерді құтқару керек. Әлбетте, бірақ неден құтқару керек? Неден? Израилді римліктерден басқа және неден құтқаруы мүмкін? 3 жыл алдын Иса менен ұшырасқанымда, ол маған Құдайдың дүнияны сүйгенлігі соншелі жалғыз ұлын берді. Берді, Клеопас. Егер біздер бұған сенсек, нәжет табамыз. Өлім қорғауынан азат боламыз. Айыптарлық һәм күнәкарлық жүгінен азат боламыз. Ғазепке толы жүректен азат боламыз. Бірақ оның үшін, оның айтуынша, ол да Мусаның жыланды жоғарға көтергеніндей, ол да көтерілуі керек. Атанаққа қағылады? Атанаққа қағылған Масихтан не пайда? Өлген Масихтан не пайда? Яқ, хақиқи Масих өзін өлтіртуге жол қоймайды. Не болып атыр? Тап әзір ғана олар Масихты қолға алды, һәм оны сорау қылмақшы. Бәлкім ол сенің Масихың шығар, бірақ менікі емес.
Әке, өз рухымды сенің қолларыңа тапсыраман. Еле ешкім менен бұншама көп әтір һәм хош иіслі майлар сатып алмаған еді. Бүгін достымның жерлеу күні, оны жерлеу күніне таярлауым керек. Сіз тап патшаны жерлеуге жететін май сатып алдыңыз ғой. Ол патша еді. Аспан һәм жер патшасы еді. Олар оны апуайы адамдай қылып ұстап алды, һәм қарақшыдай қылып оны өлтірді. Оны ұйқылап атыр деп үміт етуді қалер едім. Бірақ бұл ұйқы емес. Ол біздерді қатырып баплады. Мен оны Масих деп жүдә сенген едім. Сондай болса да, оның жүзінде басқаша бір нәрсе бар еді. Мен өмірімде бұншелі ұлы инсанды еш көрмегенмен. Неге қапасызлар? Пайғамбар болған Иса өлтірілді. Біздер болсақ оны, біздерді римлерден құтқаратығын Масих деп сенген едік. Сізлер Исаның өз салтанатына кіру үшін дәслеп азап шегіп өлу керектігін білмес пе едіңіз? Жүріңлер. Мен сіздерге пайғамбарлардың жазбаларында Иса хақында не айтылғанын түсіндіріп беремін. Ишая пайғамбардың жазуынша, Масих біздердің күнәларымыз үшін жарақатланады, қылмысларымыз үшін жазаланады. Ол азап шегіп өледі. Көрдіңіз бе, достарым? Пайғамбарлар сондай деп жазған. Масих алдын азап шегеді һәм өледі. Мен сенің пікіріңе қосыла алмаймын. Сен сондай сенімменен айтып атырсаң, соған. Сондай болса да, қалайынша Масих біздерді құтқара алады? Ол өлген болса, қалай біздерді құтқара алады? Ол өлген жоқ. Біздер оны қалай өлтіргенін көрдік. Наннан татып көріңлер. Ұстаз! Неше күн бұрын ол өлтірілген еді? 3 күн. Бұл ибадатхананы бұзыңлар. Мен оны 3 күннен кейін қайта құраман. Ол өзі хақында айтқан екен. Ол өлілер арасынан тірілді. Тимофей, ол біздер үшін өлді. Ол біздер үшін барлық азапларға шыдады. Ол тірі. Соның өзі жетерлі. Жетер, сізлер 1 шақырым жол жүрдіңіз. Біздер еле шаршамадық. Мен білемен, Құдай дүнияны соншелі сүйеді. Соншелі сүйгенліктен жерге ұзақ күтілген өз ұлын жіберді. Кім оның мұқаддес атына сенсе, жүрегінде сенім болса, ол адам өлмейді. Еш қашан өлмейді. Қайтама мәңгіге жасайды. Мен білемен, Құдай дүнияны соншелі сүйеді. Өзінің жалғыз ұлын жіберді. Һәм ол караматлар көрсетті. Ақсақ жүріп кетті, соқыр көре баслады.
Ол жүр менің менен. Сен өлмейсің, еш қашан өлмейсің. Қайтама, мәңгіге жасайсаң дейді. Қаншалар жүрегімді хош әйледі бұл сөзлер. Мен білемен, менің жүрегімде Масих жасамақта. Ол мәңгіге біздерменен бірге. Енді мен білемен, Құдай дүнияны соншелі сүйеді. Соншелі сүйеді. Бәлен тауда біздер үшін өз қанын төкті. Күнада жасап атырған инсан оған өз өмірін беруі үшін. Бұның орнына ол мәңгілікке ерседі. Өлім хақында ұмытып, мәңгілік өмірге ие болады. Ол соншелі дүнияны сүйеді. Құдай дүнияны сүйеді.